Сәлем қыздар. Мен сіздерге алдыңда уәде бергенімдей, сызма барысында өрнек салып жүрекше қалай тоқылуын көрсетемін. Ол үшін біздің қолымызда мынандай кестелер болу керек. Бұл кестелер сіздердің өздеріңіздің жүрекшені үлкен түрде алғыңыз келемін. Мысалы, менің үлкен түрлі жүрекшемді скриншотқа түсіріп алуыңызға болады. Өздеріңіздің блокноттарыңа жазып алыңыздар. Одан кейін мына орташа түрлі. Шамамен өзіңіз білесіз де, мысалы, үлкейте бере аласыз. Үлкен жүрекше етсеңіз, мынаның көлемін кішірейте аласыз да, тағы да. Мен сізге қазір көрсетейін, мінекей. Шамамен осындай, мына ең кішкентай жүрекше менің жасағаным. Одан кейін орташа, үлкен, бұдан да үлкендеуге жасауға болады. Жалпы сіздің өзіңіздің фантазияңа байланысты жүрекше, немесе ромбы, немесе тағы да басқа. Мына менің алдыңғы шығарылымда бастаған оң теріс үйреткендегі қолымдағы сол жаңағы үлгі. Сол себепті мен жерде 10 жіпті оқыдым. Енді 11-ші жіпті мен ақ жіппен алам. Содан кейін міндетті түрде естеріңізде болсын, тоқып келе жатқан жаңағы жасыл жібіңізбен ақ жібіңізді бір айналдырасыз. Бұлай етіп бір айналдырасыз. Өте қатты тартпаңыз. Содан кейін өзіңіздің жасыл жіппен әрі қарай тоқып бастайсыз, жібере бересіз. Тоқыманың соңына дейін. Мінекей мен оң шалумен тоқып жатырмын. Мына ортамызда ақ жіп пайда болды. Енді қыздар, мен екінші қатарға келдім. Мына ақ жіпке бір жіп жетпей қалған уақытта мен жаңағы ақ жіппен жасыл жіп екеуін алмастырамын. Мінекей. Алмастырдым, екеуін бір айналдырамыз. Енді бұны да 3 жіп етіп тоқимыз, ақ айналдырамыз. Енді мына жіпті, жасыл жіпті өте қатты тартпаймыз, тағы да айналдырамыз. Ары қарай жасыл жіппен жалғастыра береміз. Бұл бізде екінші бой. Мен жаңа екінші бойды толығымен тоқыдым. Енді мен осы жолы үшінші бойға кеттік. Үшінші бой оң шалу. Мен мына бір жіпке, жасыл жіпке келгенде мен тағы да екеуін айналдырамын. Жасыл жіппен ақ жіпті. Енді мына жерде үшінші бойда менде 5 жіпті ақ етіп аламыз. 2, 3, 4, 5. Мінекейіңіз. Енді тағы да ақ жіппен жасыл жіп екеуін тағы да айналдырамыз. Мінекей. Қалғанын үшінші бойда да жасыл жіп етіп тоқи береміз. Мінекей бізден 4-ші қатарға келдік. Бұны бәрі теріс жағынан тоқып жатырмыз. Енді тағы да жасыл жіппен ақ жіпті айналдырамыз. Бұл жолы біздер 7 жіп алу керекпіз. 4-ші қатарда біздер 7 жіп етіп алу керекпіз. 1, 2, 3. Байқап отырсыздар ма? Ақ жіптердің саны өсіп жатыр. Так, неше болды? Так, 3, 6, 7 болды. Енді тағы да жасыл жіппен ақ жіп екеуін алмастырамыз. Өте қатты тартпаңыздар, қыздар. Так, осылай теріс жағынан тоқи береміз. Сіздерге түсінікті болып отыр деп ойлаймын. Қыздар, байқап отырсыздар ма? Енді мен бұл жолы 5-ші қатарға кеттім. 5-ші қатарды тоқып жатырмын. Мысалы, мына жерде кестемізде 4-ші қатар мен 5-ші қатар, 6-ші қатар бәрі 7 жіптен тоқылады. Мысалы, менде мына ақ қолымдағы жіптер, мына ақ қатар 7 жіпті. Сол себепті мына жасыл жіппен ақ жіп екеуін алмастырдым.
Енді мен ақ жіпті 7 қатар етіп сол қалпында тоқимын. 3, 4, 5, 6, 7. Өсу реті жоқ, мінекей осылай қалыпта қалады. Енді тағы да ақ жіппен жасыл жіп екеуін тағы да алмастырамыз, екеуін ораймыз. Мінекей. Ары қарай жалғастыра береміз. 5-ші, 6-ші қатар 7 жіптен тоқылады. Сонымен қыздар, сонымен мен 7-ші қатар етті. Бірінші ақ жіпті мен жасыл жіппен тоқимын. Бірінші қысқарта бастаймыз ақ жіптің өсу ретін. Содан кейін ақ жіпке алмастырамыз. Мінекей. 1, 2. Енді мына жерді біздер жасыл жіппен тоқимыз. Мына жерді біздер жасыл жіппен тоқимыз. Мінекей. Тағы да екеуін алмастырамыз. Ақ жіппен жасыл жіпті. Мінекей. Жасыл жіппен тоқимыз. Көрініп түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Енді екеуін тағы да ақ жіппен алмастырамыз. Мінекей. 1, 2. Енді ары қарай жасыл жіппен тоқи береміз. Сонымен біздің мына жүрекшеміздің тоқылу реті бітті. Кейіңіз. Сөйтіп біздер мына қыздар көріп тұрсыздар ма? Ең соңғы 8-ші қатарда, мына 7-ші қатарға дейін ғой біздер тоқитынымыз. 8-ші қатарда мен жалпы жасыл жіппен тоқып шықтым. Егер де мынандай кішкентай ғана қисықтар болса, ештеңе етпейді. Былай тартып жіберсеңіздер, барлығы өз орындарына келеді. Сонымен сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мен сіздерге мына жаңағы 3 түрлі тоқыған жүрекшемнің бәрін көрсеттім. Ең бірінші тоқып қойған мынау менің астындағы схемамен тоқығаным. Скриншотқа түсіріп алсаңыздар болады қазір. Мінекей. Бұдан да үлкен етіп тоқуға болады деп мен сіздерге жоғарыда айттым ғой. Одан кейінгі тұрған мына екінші жүрекше мына схемамен тоқылған. Енді жаңа ең кішкентай жүрекше мына схемамен тоқылғандар. Мен сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сонымен біздің қолымызда мынадай өрнектер пайда болды. Мен жаңа сіздерге жіпті өте қатты тартпаңыздар деп айттым ғой. Міне. Тоқыманың арты мынадай болады. Өрнекшелердің арттарында суреттер осындай болып шығады. Жаңағыдай қатты тартпағанның әсерінен осылай болып тұрады. Лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесіде тағы да жолыққанша пока-пока. Сау болыңыздар.